Құрылысшы батальонның жауынгерлері қолдарына ұстап жер бетін сипай жылжытқан мина тапқыш құралдың тұмсығы жаудың жерге жасырған миналарын тінте бастады. Із тапқанда жер тырналап қыңсылаған тазыдай мина тапқыштар да жерде жасырынған минаның иісін сезсе, жауынгердің құлағына сыңғыр ете қалады. Ажалды құшағын жайған минаны жауынгерлер қол-аяғын қырқады да дәрменсіз денесін домалатып тастай береді. Осы қарқынмен қимылдаған Мәуленнің батальоны сағат 4:00-де жететін мерзімге сағат 2:17-де барып қалды. Ушаковтың батальоны да өкшелеп қалмай келеді. Немістер жағынан әзірге сезінген белгі жоқ. Ракетаны қазір атайын десе, уақыт әлі ерте. Артиллерияның даяр болмауы мүмкін. Өздері ілгері жылжиын десе, жаудың алдыңғы бекініс ұялары тым жақын және естілген дыбысқа қарағанда ояу сияқты. Аспанның батыс жақ жиегіндегі көмескі ақтаңдақтан блиндаж бен блиндаждың арасында ор арқылы еңкеңдеп жүгіргендердің бастары да қараңдап көрініп қалады. Не істеу керек? Екі батальонның командирлері ақылға отырғанда тәуекелшіл өжет Ушаковтың сөзі өзгеден қонымды көрінді. Бұл араға біздің жеткенімізді жау сезсе, деді ол, шабуылға даяр тұрған күшін төгіп жібереді де артымыздан келетін күшті кесіп тастап, бізді жеке мелжемдейді. Мұндай қауіпке көрнеу көзді жұмбай-ақ басқа айла қолданайық. Ең сенімді жігіттерден құралған екі отряд сал байлап суға түссін де қылының орта тұсындағы биікке салынған Зайване поселкесін алсын. Каналдан жүзіп өтіп, бер жағынан біз жетейік. Егер сәті түсіп, осы тілекке жете алсақ, екі батальонмен жаудың екі дивизиясын ұзақ уақыт бөгеуге мүмкіншілік бар. Осы ұсыныс қабылданып, суға жүзетін отряд адамдары іріктеле бастағанда, менің де қосылғым келеді, жолдас капитан, деп рапорт берді Мәншүк Ушаковқа. Жоқ, сіз мұнда керексіз, деп кесіп айтқан Ушаковтың бұйрығына таласу тәртібінде жоқ. Мәншүк мұңайған кескінмен пысық қимылды денесін баяу ғана қозғап, өзінің пулеметі тұрған жерге кеп жамбастай отыра кетті. Малтуға кеткендерді жөнелтіп сап, кейінге хабаршы жіберіп, құрғақта қалғандардың дайындығын аралап жүріп тексерген Ушаков келгенде Мәншүк жамбастаған қалпында әлі отыр еді. Оның мана жәбірленіп кеткенін сезген Ушаков сол сезімі әлі жадырамағанын абайлады да сөзін жұбатудан бастады. Өкпелеп отырсың-ау, жолдас Маметова, маған, деді ол қасына отыра кетіп. Білем, бұл жорыққа аттанарда жігіттермен қалжыңдасқаның да есімде. Осы арпалыста ең батыр деген жігітпен жігер қайратыңды таластыруға іштей берген сертіңді кескініңнен ұққам. Сен жауға бұрын жеткенді батыр деп ойлама, екі талай күн туғанда бекінісін бермегенді батыр деп ойла. Менің шамалауымша қылының өн бойын біз аламыз. Бірақ соны ұстап тұра аламыз ба, жоқ па, ең зор мәселе осында. Біздің мылтықтың даусынан түршіккен жау барлық қаруынан оқты борандатып жіберіп, артымыздан жететін күшті жылжытпай қойса, осы қойнаудағы жаудың шабуылға даяр тұрған екі дивизиясы мен біздің бір ғана батальон арпалысуға тура келеді. Кімнің ерлігі қанша екені сонда көрінеді, қарындасым. Рас па? Рас деген жауапты ашық, ақжарқын дауыспен қалай айтып жібергенін Мәншүктің өзі де аңғармай қалды. Серттесейік осыған, деді Ушаков қолын ұсынып. Серттесейік, деп орнынан атып тұрып, жіңішке нәзіктеу саусақты алақанын Ушаковқа ұсынған Мәншүктің бойында
мана қалыңдығы қара бұлттай оралған жәбірлену сезімінің ізі түгіл көлеңкесі де қалған жоқ еді. Осы кезде Зайване жақтан атылған қызыл ракета жұлындай шаншылып аспанға зымырай жөнелді. Мылтықтан атылған оқтардың нысанаға ұзап ұшпай-ақ тиюі қып-қысқа тық-тық еткен даусынан білініп тұрды. Біздің кісілер жау қамалына жеткенін білгендей, кейінге артиллерия да ойнап қоя берді. Шабуылға деген Ушаковтың өткір үнмен айтқан бір ауыз сөзі кемеріне толған өзен суын жарып жіберген болат кетпен сияқтанып, команда күткен көпшілік лық етіп ілгері атқарыла жөнелді. Командаға делебесі қозған жауынгерлер жүгіре басып каналға жетті де іркіліп қалды. Канал жап-жалпақ, ені 50 метрдей бар. Разведканың хабары бойынша бұл каналдың тереңдігі орта бойлы кісінің кеудесінен келуге тиісті. Қараңғы түнде қара майдай құлпыра толқып жатқан кішігірім өзенге жақын суға Ушаков түсе қалыңдар деп бұйыра алмады. Командованияның бұйрығы бойынша бұл каналға жауынгерлер артиллерия ойнағаннан кейін жетіп, арттарынан грузовикпен әкелген көпірді салып өтпекте. Оны күтуге уақыт жоқ. Не істеу керек? Кім біледі деп ойлады Ушаков. Судың тереңдігі разведканың айтқанындай болса жақсы. Егер болмай, терең суға бөлімшемді қарқ қып алсам, мойныма мәңгі түспестік күнә жүктермін. Осы күдік ойын толқытқан Ушаков, малти білетіндер тез суға түссін деп команда берді бөлімшесіне. Ауыр құралды солар арқаласын. Малти білмейтіндерден суға әуелі ұзын бойлылары түсіп көрсін. Қалғандары соларға қарап өтсін. Егер ау терең болса, малтитындар малтымайтындарды алып шықсын. Команда берілгеннен кейін малтымпаздар шеті қабыршақтанып қатуға айналған мұздай суды шопылдата көп бергенде, олардың артынан бойы ұзындар түсе қалғанда, «Тереша», деді елеңдеген Мәншүк, пулеметтегі кезектесі ұзын Терентийге, «түс сен де», деді. Терентий басын шайқады. Оның бұл қылығына кейіген Мәншүк каналдың кемерінен жылжып суға қарай түсе берді. «Маша», деді Терентий, «сен де малтымақпысың?» «Әрине, малти білмейсің ғой сен», деді. Мәншүк үндеместен суға таяна түсті. Несіне үндесін? Бұрын малтып көрмегені рас еді. Ат басына күн туса, ауыздықпен су ішеді, ер басына күн туса, етігімен су кешеді дейтін атасы қазақтың мақалын жақсы білетін Мәншүк, мынадай тай-талас кезеңде малти білмеймін деп тұрып қалса, өзгелер өте бастаса, тал бойына мін, таудай талабына төмендік, жақоттай жанына кіремес пе? Өлімнен ұят күшті. Малтуға жүрексінсе, малтып өткендер ертең батырсынған қыз бұның қалай деп мазақтамай ма? Мазақтаса ұялмай ма? Ұялса өлгені емес пе? Осы намыспен малтуға берік бекінген Мәншүк Терентийге, «Білген білмегенімді нең бар сұрап», деді. Созған қолын қағып жіберіп, суға көп бере түсе жөнелді. Киіміне сіңе қалған мұздай судан денесі түршікті ме, тұншығады екем деп үрейленді ме, өзгеге ере алмаймын деп намыстанды ма? Осының қайсысы болса да, әуелі аяғын судың түбіне баса түскен Мәншүк бірер адымдағаннан кейін қолын қанаттай желпіп, жоғары ырғып қап еді. Мұзды суға денесі жаңқадай қалқып, бетіне шыға келді. Су бетіне көтеріле кәнігі малтымпаздардай ілгері жүзе жөнелгеніне оның өзі де қайран қалды. Малтығандармен жарыса аз уақыт жүзген Мәншүктің есіне кейін қалған пулеметі мен кезектестері түсіп, жалт бұрылып қайтып келсе, Терентий де басқа кезектестер де манағы қалпында әлі тұр екен.
«Әкел пулеметті», деді Мәншүк судан кемерге шыға беріп Терентийге. «Қайтесің оны? Арқалап апарам арғы жағаға». «Көтере алмайсың», деді Терентий. Кемерден шығып пулеметті ұстай берген Мәншүкке бергісі келмей тартпақтап. «Тарт қолыңды, Терешка», деді Мәншүк жекіп. «Қорықсаң тұра бер өзің осы жағада», деді. «Маша, біз деп келе жатыр еді кезектестің тағы біреуі». «Тыңдағым келмейді, арқалатыңдар», деді Мәншүк бұйырған үнмен. Пулеметті сүйрей жағадан сырғи берген Мәншүкке қосарлана Терентий де түсе қап еді. «Арқалат маған», деді Мәншүк Терентийге. «Мен арқалайын, Маша», деді. «Біз», десті басқа кезектестер. «Сендер малти білмейсіңдер», деді Мәншүк. «Өздерің амалдап шығыңдар». Терентий оқтаулы ленталар салған жәшікті көтерсін. «Пулеметті мен арқалайын». Өзге кезектестер қақала шашыла суға бір батып бір шығып ілгері жөнелгенде сүңгісе де арғы жағаға жетер, деді Мәншүк Терентийге. «Кәне, арқалат пулеметті маған». «Расың ба, Маша? Екеуміз қыз ойнақта отырған жоқпыз, әзілдесетін. Уақыт аз, әкел». Арқалатқан пулеметпен жүзе жөнелген Мәншүк ойда жоқта суды балықтай билеп алды. Ауырлығы 56 килограмм пулеметті ол шопақ құрлы көрген жоқ. Терентий пулеметті демесейін деп еді. «Жәшігіңе ие бол», деді Мәншүк оған. «Оқтарға су тимесін». Терентий тым ұзын бойлы жігіт еді. Мінезі жуас, оны сыртынан сықақтаушылар түйе дейтін де. Көзінше әзіл дегендер ертегіде төбесімен көк тірейтін құжға теңейтін. Қатар тұрса Мәншүк оның кіндігіне ғана келетін. Пулеметті арқалап малтығанына сүйсінген Мәншүк судың тереңдігін Терентийдің бойынан байқады. Оның сорайған денесін түгел жапқан судан қылқиып басы ғана көрінеді. Кейде Қаратайдан Ивановоға қарай жел айдаған толқындар басында бүркеп кете жаздайды. «Қалай, Терешка?» деп қояды Мәншүк. «Бірдеме ғып өтерміз», деп сыр бермей болғансыған Терентий толқындар лыпылдап басына шапшығанда «Қайтеді мынау?» деп қауіптенеді. «Малтып көрсейші», дейді Мәншүк. Терентий, Мәншүк және басқа кезектестер арғы жағаға шыққанда жау да артиллерияға артиллериямен жауап беріп қызу дуэль басталып қалған еді. Шабуылға даяр тұрған немістер зеңбіректің де пулеметтің де барлық калибрін қимылға кірістіргенде снаряд пен миналар қардай борап кетті. Не істеу керек? Айнала анталаған ажалдың қашқанмен құтыла ала ма? Ажалмен арпалысуға кіріскен жауынгерлер киімдерін шылқыта малшындырған күздің мұздай суық суын сығуға да мұрша таппады. Суда тоңазыған олардың денелері судан шыға жан-жағынан ажалдың улы тілі жалақтай бастағанда түршігіп тоңазуын ұмытып та кетті. Осы кезде командирдің алға деген бұйрығы да бытыраңқы батальонның өн бойына сым торлы бекіністі бойлай жүгірген электр тоғындай тарады. «Кеттік», деді Мәншүк кезектестеріне ілгері ұмтыла беріп. «Кеттік». Бораған оқтың арасында еңкеңдей ілгері ұмтылған көпке пулеметтерін сүйрей жүгіріскен бұлардың кезектестерінен Мәншүк пен Терентий ғана жетіп, өзгелері жолда қалды. Олар жандарменде Зайванияның оң жағындағы биікке шықса, біздің әскерлер биікті меңгеріп ап, арғы бұйраттағы жаумен атысып жатыр екен. Жаудың да оқ жаудыруы сұрапыл. Саялар бірдеме таппаса, жан сақтауға мүмкін емес. Жауған оқтан жырмаланбаған ине шаншыр жер жоқ. Ажал нөсері осылай төгілген биікте паналауға қолайлы бекініс бар еді. Ол биіктегі молаларға қойылған ескірткіш тастар. Ескірткіштерді бетке ұстай құрылған станкелі екі пулеметтің арасына әкеп
Мәншүк пулеметін құрды. Оның пулеметінің алдына кездескен тастың ұзын тұрқы қырынан жатқызған шкафтай, биіктігі де қалыңдығы да метрдей. Тегі ол осы араның табиғи тасы болу керек, әйтпесе көлікпен көтеріп әкелерлік салмақ емес. Тасты паналай пулеметінен от бүріккен Мәншүктің ұшқынды дөңгелек қара көзі қарауылдан қия бұрылмай алдыңғы жаққа қадалып қатты да қалды. Сұрапыл атыс басталған соң-ақ мезгілдің түн, я күн екенін ол ұмытты. Атып келе жатқан таңның сәулесі ме, шығып келе жатқан күннің шұғыласы ма, немесе нақ сол минуттарда прожектордан артық жарқыраған көз жанары ма, пулеметтің замогіне бармағын алғаш басқан минуттан-ақ Мәншүктің нысанаға алған жағы түп-түгел көріне қалды. Өзгелерін кім білсін, дәл Мәншүкке жау жақтағы қайқаңдау сайдың бетінде адам түгіл, көденің әрбір түбі, шөптің әрбір қылтаны селтиіп көрініп тұрды. Осы минуттарда ол дүниеге өз көзімен емес, күннің көзімен қараған сияқтанды.